білесіздер ме? Біздің қазақ халқымызда көптеген ұлттық ойындар бар. Сіздер қазақ халқының ұлттық ойындарын білесіңдер ме? Білесіңдер ме? Ал айта ойындаршы, қандай ұлттық ойындарды білесіңдер? Арқан тарту, дұрыс айтасыз. Ақсүйрек, көксүйрек жарыс. Асық ату дейді, дұрыс айтасыздар. Тағы? Қандай ойын бар? Қыз? Дұрыс, қыз қуу ойыны бар, иә? Ал қандай ойындар жатады бізде қазақ халқында? Алты бақан ойындар жатады, иә? Қандалапай деген, тақия тастамақ деген біздерде балалар қазақ халқымыздан қалған көптеген осындай ойындар балалар бар екен. Балалар, сендер қазақтың ұлттық ойындарын ойнап көргілерің келе ме? Иә! Жарайды, олай болса, біздер тақия тастамақ ойынын ойнап көрейік. Балалар, тақия тастамақ ойынын мен сендерге түсіндіріп жіберейін қалай ойнайтынын. Бұл тақия тастамақ ойынын бір ойыншы тақияны алып, өзі қалаған баланы басына киізіп кету керек. Ал бұл бала тақияның басына киілгенін сезіп, бірден тұрып, тақияны киізіп кеткен ойыншыны артынан қуып жету керек. Егер де қуып жеткен болса, тұталып қалған ойыншы оған ән немесе би немесе таққа айтып беру керек. Ал егер де қуып жете алмай, ол тұталып қалған болса, өзінің айыбына ойыншының өзі ән немесе тақпа немесе би орындап беру керек. Түсіндік пе балалар? Иә! Бұл тақия тастамақ ойыны шыдамдыққа, белсенділікке үйретеді екен біздерді. Бұлай болса, мен тақиямды інжуге берейін. Інжу ойынды бастай ғой. Ал алдымызға қарап отырамыз, тақияны кімге киізеді екен? Рамзаға киізді. Қаш. Рамза не істеді? Інжуді ұстай алмай қалды. Олай болса, Рамза бізде айыпты. Айыбыға не айтасың? Бата айтамыз ба? Бата айтамыз. Қолымызды ұстай. Қол күрес ойыны жекпе-жегі деп айтамыз, иә? Қол күресі жекпе-жегінде екі ер азамат немесе екі жігіт қатысады екен. Арнайы үстелде орындалатын жекпе-жек. Олар қолдарын дүзеу қойып, екі жақта отырған жігіттер күш сынасады екен. Арнайы үстелде отырып күш сынасады екен. Ол біздің ер азаматтардың өте күшті екендігін, мықты екендігін білдіреді екен, иә, қол күрес. Асық ату ойыны қазақ халқының дәстүрлі ойыны екен. Бұл асық ату ойыны күндіз бе, түнде де ойналады екен. Күндіз ептілікке, ал түнде бергендікке баулы екен. Балалар асық ату ойында ойыншылар не көп болса, сол ойын қызықты өтеді екен балалар. Олай болса, асық ату ойыны ойнаймыз ба балалар?